Құтлы күн достар, есімім Алтынай. Сіздермен қазақтың ұлттық тағамының дайындалу рецептімен бөліскім келеді. Бізге керегі 7 түрлі тамақ: құрт, тары, арпа, айран, ет және кеспе, тұз. 7 түрлі тамақ. Ол үшін алдымен суық суға сүрі етімізді салып, қайнатып, бүлкілдетіп, бір қайнай бастағанда көбігін қайта-қайта алып, қайнатып пісіріп аламыз. Пісе бастаған кезде етіміз перловканы, арпаны, бір түн салқын суда тұрған арпаны салып, сорпадан сүзіп, үстіне құйып аламыз. Үстіне құйып алған сорпаны молырақ қып, майлы сорпамен арпаны жақсылап, бөлек плиткаға қойып, бүлкілдетіп пісіріп аламыз. 30 минуттай пісіреміз. Сосын тарыны жуып, үстіне саламыз. Ол тарыны да 30 минуттай ақырын оттап пісіреміз. Сосын осы кезде кеспемізді илейміз. Кеспені илеу үшін жұмыртқа, су, сұйық май және ұн керек. Жарты кеседей тұз салынған, жарты қасық тұз салынған жарты кеседей суға бір чай қасық сұйық майымызды қосамыз. Менде өте жай істелініп жатыр видео. Бір чай қасық қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды өте жұмсақ қылмай, қатты қып, әдемілеп қамыр илеп аламыз. Илеп алынған қамырды тындырып, қойып қоямыз біраз. Сосын жақсылап отырып, шөп қағып жаямыз. Кеспемізді кесіп, дайын кеспені жәнегі арпа мен тарының қайнап жатқан үстіне салып араластырамыз. Міне наурыз көжеміз дайын. Үстіне етті турап қосамыз. Дастарханға қояр алдында құрт және айранды қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, міне керемет дәмді наурыз көжеміз дайын. Өте дәмі, сүр еттің дәмі шыққан. Ішінде аздап шұжығымыз бар. Бөлек табаққа етті де салып қоямыз. Қонақтарға арналған соң. Міне енді дәмді наурыз көже ішсеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен болған Алтынай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де керек.